Аударып дыбыстаған Мырзабекова Гүлшат. Сәлем, мен бүгін керемет күнімді өткіздім. Керемет болды, бірақ ішім қатты ауыра бастады. Сосын мен мектепке бардым. Мен мектеп кезінде анам менің гаражда отырған кезде, мама, өтінемін, мен мектепке бармай ақ қояйын, менің бір жүрегім айтып тұр, егер мен оларға қысып жіберсем қайтемін, өте позор боламын ғой, деді. Өте бір түрлі өтінемін, бармай ақ қояйықшы дедім. Ал анам болса маған қарап тұрып, уайымдама, сен бәрібір құспайсың, деді. Мен болсам өте қатты жылағым келді. Ажетханаға шыдай алмай қыздар сияқты тұрдым. Менің қасыма бір өте жаман ашуланшы қыз келді. Өте жаман қыз ол. Ол тек қана розовый киінеді. Ал бұл маған қызықтырмайды. Ол менің қасыма отырды. Ол маған қарап өзінше отырды. Бірақ менің ішім қатты ауырып отырды. Ішіме тіпті дабыл беріп отырған сияқты. Менікі өте страшно болып жатыр. Сосын маған миым айтып жатыр. Қазір сен құсасың, тезірек қашайық, туалетке бару керек бізге, дейді. Менің де сол қазір құсатынымды білдім. Сол үшін шыдай алмадым. Тұрдым да, сол жаман қыздың қарап, оған өтінемін дедім де, оның орындығын қозғалдым. Ол болса маған қарап ашуланып, ол маған қарай тартты, мен оған қарай тарттым. Сосын мен енді шыдай алмай, оны итергім келді. Сосын мен әдеттегідей әрине оны итердім. Ол соншалық қатты итерген, соншалық оны басып партаға соғып алды. Ол әрине ашуланды, тіпті көздері қызарып, мүйіздер шығып кетті. Менің болса ішім қатты ауырып, қызылға өтіп кетті. Дабыл берді. Кетті. Аузымды алдым да оған құсып жібердім. Бүкіл сынып бізге қарап оған күлді. Деп күлді. Ол болса маған қатты ашуланды. Сосын ол менің қуалады. Қаштым, мен қаштым. Ол менің әдеттегі розовый киіміме болады. Бірақ қызық күн болды. Ол бұдан кейін мені жақсы көрмейтіні анық.